Дүкендегі шұжық нанға ақша жұмсамай-ақ қойыңыз. Үйде одан да жұмсақ, дәмдірек шұжық нан жасап көрсетемін. Соңына дейін көріңіз. Қамырының бір құпиясын міндетті түрде айтамын. Сәлем достар, бүгін сіздермен наубайханадағыдай жұмсақ әрі дәмді шұжық нан дайындаймыз. Бұл рецепт бірнеше рет тексерілген, сондықтан жаңадан бастап жатқан адам да жасай алады. Бізге керегі 200 мг жылы су, сосын құрғақ аштқы және де тұз қажет болады. Және ұн. Алдымен ең бірінші жаңағы 200 мг жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Сосын барып тұзымызды саламыз. Мен көз мөлшермен салдым. Содан кейін барып ұнымды саламын. Ұнымның үстіне құрғақ аштқымды саламын. Сонда қамырымыз тез әдемі болып көтеріледі. Қамырымызды енді илейміз. Қамырымыз енді 1 сағатта көтерілмеуі мүмкін, 2 сағат кетеді. Көтерілу үшін мен дрожжды аз салдым. 1 сағатта ашыту үшін, ол үшін дрожжды көбіректеу салуыңыз керек. Дрожжды көп салған сайын қамырдың дәмі өзгеше болып шығады. Және де денсаулыққа зиян ол. Міне қамырдың консистенциясы осындай болуы керек. Қамырыңыз көтеріліп келе жатқан кезде 1-2 тағы да қайтарып жіберсеңіз, одан да әдемі болып көтеріледі. Енді осы уақытта 1 дана пиязымды жақсылап тұрып майдалап тураймын. Сосын барып ыдысымызға салып, үстіне қара бұрыш себемін және де тұз саламын кішкене. Ол үшеуін жақсылап тұрып араластырып алам, қолыммен мұжып. Енді сіңлім беріп жіберген шұжық үйде бар тұғын. Соны алдым да жаңағы пияздың үстіне салып жібердім. Осы пияз шұжығымды жаңағы ашыған қамырдың үстіне салып араластырамын. Енді оны пештің ыдысына салып жақсылап тұрып, домалақтап қолымен пешке салып пісіремін. Мына жұмсақтығына қарасаңыздаршы, іші мақтадай, сырты алтын түстес. Шынымды айтсам, дүкендегіден еш кем емес. Қамыры өте жұмсақ, шұжығы шырынды. Егер рецепт ұнаса, лайк басып пікірге міндетті түрде жазыңыз. Келесі жолы қандай тоғаш немесе бәліш жасағанымды қалайсыз? Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.